Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай овсянкадан дайындалатын папа нан рецептін ұсынатын боламын. Ең алдымен осындай блендердің ыдысына овсянканы саламыз. Одан кейін үй жағдайында болсын, дүкендікі болсын, ірімшік саламыз. 2 жұмыртқа, разрыхлитель және дәміне қарай тұз салып, осының барлығын біркелкі массаға айналғанша жақсылап араластырамыз. Бұл нан қантсыз, дрожжсыз және ұнсыз жасалатын болғандықтан арықтағысы келіп жүргендерге өте жақсы көмектеседі. Міне біздің массамыз осылай сұйық болады. Енді нан пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, қолымызды жақсылап жуып, сулап аламыз да массамызды осылай нанның формасына келтіреміз. Бетіне қалаған дәндеріңіз сепсеңіздер болады. Мен асқабақтың дәнегін салдым. 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер видеом ұнаса, каналға жазылып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Жасап көріңіз, ас болсын.